Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ әдебиеті сабағы басталды. Жаңа тақырып Бауыржан Момышұлының шығармашылығы. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың тұжырымдамасы, әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Бауыржан Момышұлының өмірбаяны баршамызға аян, дегенмен де жазушының өз дауысын тыңдап көрейік. Белвардан қан кешті, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түндемей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бірде-бір семей жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымызда болады. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім жесірдің көз жасы әрқайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көрген. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көрген. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тән аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Имандары жолдас болсын. Бірінші тапсырма Бауыржан Момышұлының шығармаларының тақырыптық галереясы деген тақырыппен жазушының шығарма атауларына талдау жасаңыз. Екінші тапсырма Бауыржан Момышұлының ерлік қасиеттерін барлығымыз білеміз, ал тұлға ретінде қалай танимыз? Оның жеке қасиеттері туралы замандастарының пікірлерін теріп жазыңыздар.